Қайырлы күн, оқырмандар. Мен бүгін артық салмағы бар адамдар және мінсіз фигураны қалап жүрген қыз-келіншектерге шамалы пайдалы кеңестерімді айтып өтейін. Негізі артық салмағы аз адамдар да мінсіз фигураны қуып, денсаулығына қауіп төндіріп, салмақ жоғалтуға арналған неше түрлі дәрі-дәрмектерді қабылдауға дайын. Мысалы, өзіміз күнделікті көріп жүрміз, Инстаграмнан байқап жүрміз, молекула және матча шайларды қыз-келіншектер осынан заказ беріп күнделікті ішіп, ағзасына қауіп төндіріп жатады. Ол күнделікті ішу ол асқазанға жара пайда болдырады және жаман ауруға дейін алып келеді. Дәл сол сәтте ештеңе болмауы мүмкін, бірақ кейінгі сәттерде ағзаға зиян тигізуі мүмкін. Бүкіл әлемде көптеген адамдар таблетка немесе жаттығу арқылы салмақ жоғалтуға тырысып көп ақша жұмсайды екен. Біз көптеген әйелдер салмақ жоғалту үшін фитнеске барады. Фитнеске ол дұрыс тамақтанбаса да, қанша фитнеске барсаң да арықтау өте қиын болып саналады. Тарихқа көз жүгіртсек, осыдан бір ғасыр бұрын толық адамдар керемет және әдемі болып саналған. Дөңгелек жамбас бұл әйел фигурасының әдемілігін көрсеткен. Ал арық әйелдер татымды болу үшін салмақ қосуға тырысатын. Мәселен, қайта өрлеу дәуірінде голландиялық суретші Питер Пол өзінің картиналарында сұлулықтың көрінісі деп санайтын семіз әйелдерді бейнелеуімен кеңінен танымал болған. Осы Питер деген кісі енді әдемі сұлулықтың символы деп толықтау әйелдерді суреттерін салған ғой. Негізі жалпы дәл қазіргі сәттерде теледидардан, Инстаграмнан көріп жүрген шығарсыздар, осындай әдемі жамбас, фигурасы әдемі және дөңгелек жамбасты шығарып, спортпен шұғылданып жүрген әйелдер басты назарда, оны өзімізде көріп жүрміз. Одан кейін мен сіздерге 4-5 пайдалы кеңестерімді айтып өтейін. Оны қымбат жаттығулар жасап, қымбат фитнестерге барып және қымбат дәрілер сатып алмай-ақ осы менің кеңестерімді құлақ түріп тыңдасаңыздар, шамалы арықтап, өздеріңізді жақсы сезінесіздер және асқазан ауырып жүрген, өті толып жүрген адамдарға осы кеңестерім де өте пайдалы. Жалпы үнемі жаттығулар жасаңыз, аптасына 3-4 рет жарты сағат бойы тұрақты жаттығулар жасасаңыз, егер сізде спортпен шұғылдануға уақыт болмаса, күнделікті іс-әрекетіңізді белсенді қылыңыз. Мысалы, лифттің орнына баспалдақты пайдаланыңыз. Егер сіздің баратын жеріңіз жақын болса, жаяу жүріңіз. Немесе сізде көлікте болсаңыз, аялдамадан ертерек түсіңіз, мүмкін болса көліктің орнына велосипед қолданыңыз. Немесе қазіргі кезде телефонда шагомер деген бар. Осы шагомерге қанша шаг жүргеніңіз, қанша қадам жүргеніңіздің барлығын бақылай аласыз. Осы шагомерді тартып алып, App Store'дан немесе Play Market'тен тартып, осы 10.000 қадамға дейін жеткізіңіз. Мысалы, осы бірінші күні 1000 қадам болса, келесі күні 3000 қадам, одан кейін 6000 қадам, одан кейін 10.000 қадам. Күнделікті 10.000 қадам жасап жүрсеңіз, қаны айналым жақсарып, сіз арықтайсыз. Одан кейін тамақтану әдеттеріңізді өзгертіңіз. Салауатты салмақ жоғалту үшін тек спортпен шұғылдану және жаттығу жеткіліксіз. Сонымен қатар тамақтану әдеттері мен өмір салтын ұстану маңызға ие. Дәл қазіргі сәтте нутрициолог мамандар өте көп, солардан байқап жүрген шығарсыздар. Арықтау кезінде дұрыс тамақтану деген көптеген әйелдер тамақтану деп тек қана көк шөптерді пайдалану деп ойлайды. Ол өте дұрыс емес. Арықтау кезінде немесе дұрыс тамақтану кезінде көкөністерді де, майлы тағамдарды да барлығында қолдану керек өте. Өйткені біздің ағзамызға майлы тамақтар да, көкөністер де барлығы да керек. Одан кейін майлы тағамдардың ішіне кәдімгі біз шемішкі майды алып тастаймыз. Осы шемішкі майдың орнына жылқының қазылық майы, жылқы майы және гхи май деген, қойдың майы деген секілді майларды қолдануға болады. Одан кейін кәдімгі әппақ ұнның, бидай ұнының орнына осы гречка дейма, қарақұмық ұн, овсянка деп жатады.
осыларды пайдалануға кеңес беремін. Одан кейін су ішіңіз. Күні бойы тұтынатын судың мөлшері тез және салмақ жоғалту үшін өте маңызды болып саналады. Салмақ жоғалту үшін күніне 2-2,5 литр су ішу керек. Күнделікті суды жеткілікті мөлшерде тұтыну метаболизм жылдамдығын арттыра отырып, майдың жоғалуына ықпал етеді. Егер де сіз суды үнемі тұтынбасаңыз, үнемі аузыңызға ашық құртты салып жүріңіз. Сол кезде құрт шөлдетеді. Шөлдеген кезде сіз су ішесіз. Су ішкен кезде сіз тойып жүріп, тамақты онда көп іше бермейсіз, және метаболизм асқазан, өтіңізді одан да жақсырақ етеді. Одан кейін ең соңғы менің пайдалы кеңесім, өңделген тағамнан аулақ болыңыз. Өңделген тамақ дегеніміз қандай тамақтар? Олар химиялық консерванттар, зиянды қант, тазартылған қант және зиянды майлар, фастфуд және мүмкіндігінше салмақ жоғалту үшін мұндай тағамдарды, газдалған сусындар және фастфудтан аулақ болыңыз. Сіз енді асығып кеп базар жақтан самса немесе донер, одан да басқа кола ішуіңіз мүмкін. Ол біздің ағзамызға өте зиян. Жақсы, осымен менің пайдалы кеңесім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймыз. Сау болыңыздар.